Бүгін көретіндеріңіз Әлия Назарбаеваға роп операторы және 13 миллиард теңгенің ұрлығына қатысты іс қозғалайын деп жатыр. Знают про утильсбор, что фактическим владельцем оператора РОП и завода является Назарбаева Алия. Американың бұрынғы президенті Дональд Трамп жезөкшеге $130 мың берген үшін сотталып жатыр. Я никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке. Ал біздің экс-президент неге сотталмайды? Никого нету. Один я. Вам некого, как сегодня президент, несколько выбирать. Только я вот. Иманғали Тасмағамбетов бүгіннен бастап Иманғали емес, ол енді Иванғали Тасмағамбетов. Себебі саясаткер Путиннің сөзін сөйлеуге кірісті. Поставки странами Запада вооружений в Украину практически сводят на нет перспективы завершения конфликта переговорным путем, заявил генеральный секретарь Организации договора Иманғали Тасмағамбетов. Қарақат әбден шетелге тиген қазақ қыздарына салық салуды заңдастырмақшы. Шетелдіктермен некелескен кезде салық салу. Осы және басқа да жаңалықтарды дәл қазір тізбектеп тарқататын боламын. Қараңыздар. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Қалайсыздар? Бүгінгі санды алақай деп бастасақ. Оған себеп Назарбаевтың кенже қызына қылмыстық іс қозғалайын деп жатыр. Ашықпаңыздар. Қазір бәрін айтып беретін боламын. Тек арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды ашып қойыңыздар. Лүпіл де басыңыздар, пікір де жазыңыздар. Сонда ғана бұл жобаны көбірек қазақ көретін болады. Бастыңыздар ма? Олай болса жаңалықтарға көше берсек. Жаңа айтқанымдай жақында Әлия Назарбаеваның қолына кісен салынуы мүмкін. Олай деп отырғаным роп операторы және 13 миллиард теңгенің ұрлығына қатысты патшаның кенже қызынан жауап алынбақшы. Я переживаю о будущем, то есть что мы оставим своим потомкам. Іс бойынша алдын ала тыңдалу кезінде адвокат Каратенко соттан экс-президенттің кенже қызынан жауап алуды сұрады. Айтуынша компанияның құрылтайшысы ретінде қаржылық операциялар туралы шешімдерді Назарбаева қабылдап отырған. Знают про утильсбор, что фактическим владельцем оператора РОП и завода является Назарбаева Алия. Но она даже не допрошена по этому делу. О каком хищении может идти речь, если деньги со счетов ее же компании Назарбаева Алия получала на свой банковский счет? И этому есть доказательства в деле. Следователь не выяснил судьбу этих денег. Где они? Никто не хочет разбираться. Все боятся. Ал енді мына чекке қараңыздаршы. Өздеріңіз көріп тұрған чекте 2019 жылдың 25 ақпанында сағат 10:45-те Назарбаева өз шотына 66 миллион 500 мың теңге аударады. Араға 8 секунд салып, 45 минуттың 57 секундында Алияның шотына тағы да $99 мың түскен. 2019 жылғы курспен есептесек, какой-то 8 секундта Назарбаевтың кенже қызы ауадан $280 мың тапқан. Не деген ақша, құдай-ау? Бұл ақша сіз бен біздің утильсборға төлеген қаражатымыз. Назарбаевтың өзі де, қызы да секундына $100 мың даған ақша тапса да, емін еркін есіріп жүр. Ал Американың экс-президенті Дональд Трамп болмайтын бір жезөкшеге $130 мың ұсынған үшін сотталайын деп жатыр. Демократия деген осы шығар. Я никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке. Никогда не думал, что это может произойти. Единственное преступление, которое я сделал, бесстрашно защищал нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить. Демократы с самого начала шпионили за моей компанией. Помните это? Они атаковали меня шквалом мошеннических расследований. Айтамда біреудің президенттері біреуге сыйақы берген үшін сотталып жатса да, біздің президенттер елден вагондап ақша алса да, бостандықта жүр. Неге Назарбаев және оның отбасы сотталмайды? Әлде оған Тоқаевтың шамасы жетпей ме? Мүмкін Тоқаев сол Назарбаевтың адамы және соған бағынышты ма? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Мен ойлаймын, біздің елде Путиннің әмірі әлі де жүріп тұр. Себебі қазақтың сүйікті саясаткері
Иванғали Тасмағамбетов Путиннің сөзін сөйлеуге кірісті. Дәлірек өзін Назарбаевтың төл өлімі санайтын Иванғали Тасмағамбетов батыс елдеріне путлердің сәлемін жеткізуде. Поставки странами Запада вооружений в Украину практически сводят на нет перспективы завершения конфликта переговорным путем, заявил генеральный секретарь Организации договора Иманғали Тасмағамбетов. Киевке үсті-үстіне қару-жарақ жеткізіп жатқан ақш пен батыстың кесірінен үстел басына отырып бір мәмілеге келу мүмкін болмай тұр деген имекеңнің арғы жағынан саудасы біткен Путиннің сұлбасы көрінеді. Украинаны 3 күннің ішінде жаулап алмақшы болған басқыншылардың көсемі келіссөзге келудің амалын таппай аласырап жүргені сезіліп жатыр. Дерек көздерге сенсек, Тасмағамбетов Мәскеуге бауыр басып қалған. Иванғалидің Ресей астанасынан кеткісі жоқ. Оның ресейшіл ұстанымы күннен күнге айқындалып келеді. Не дейміз? Барған жеріңе судай сіңіп, тастай бат. Тасмағамбетов шетелге шеттеп жатса, мәжіліс депутаты сиыр сауғыш Қарақат Әбден керісінше шетел азаматына байға тиген қыздарға салық салуды алға тартып еді ғой. Естеріңізде ме? Ел тұмары. Бұл тұмарды біз шетелге беріп қалай отырамыз. Сондықтан да менің бір ұсынысым бар. Шетелдіктермен некелескен кезде салық салу. Міне Қарақат бұл ұсынысын енді заңды түрде бекітпекші. Все, что я говорила, все мои идеи, все мои вопросы, которыми занимались, они все они найдут продолжение в моей последующей деятельности. То, что вы сейчас говорите, это нужно распаковывать, нужно объяснять, каким образом это будет. Почему бы и нет? Содан не керек? Қарақат Әбденнің бұл ұсынысы біраз әйелдің ашуына әбден тиіпті. Олардың қатарында Немалчи фондының негізін қалаушы Дина Таңсәрі де бар. Ол қазір депутатты осы ұсынысы үшін мандатынан айыру туралы петиция ұйымдастырды. Өз басым осы жолы Қарақат Әбденмен толықтай келісемін. Қазақ қызы тек қазақ жігітіне тұрмысқа шығу керек. Көріп жүрміз қазақ қыздарына үйленіп жатқан қытайларды да, түріктерді де тағы басқасын. Олардың мақсаты не? Қазақ қызына ғашық болып қалды деп ойлайсыздар ма? Жоқ, олардың басты мақсаты Қазақстан Республикасының азаматтығын алу. Ал біздің ақымақ қыздар шетел азаматы дегенге қызығып, солардың табанын сүйіп жүр. Мен тіпті мұндай қыздарға салық салмақ түгілі Қазақстан Республикасының азаматтығын тартып алар едім. Кетсін сол жат елдікпен қаңғып. Соның еліне барып бақытты болсын. Бұлай жалғаса берсе, онсыз да құрдымға кетіп бара жатқан ұлтымыздан айырылып қалуымыз мүмкін. Солай емес пе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Қазақ қызының шетелдікке күйеуге тиюіне шектеу қою керек пе? Әлде оның өз таңдауы бар деп қыздарымызды кім көрінге бөтенге күйеуге бере берейік пе? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Сіздердің әр пікірлеріңіз мен үшін ауадай қажет. Бүгінгі айтарым осы. Қасқыр мінез қазағым. Қасқыр екенімізді ұмытпайық.